Негізінде дұрыс сұрақ. Қазіргі таңда да ол сұрақ менің көкейімде тұрады. Мен ойлаймын да, просто бұл жерде мен чуть-чуть эгоистический бір поступок істедім. Солай деп былай кішкене бір жасырынқы жауап берейінші. Биыл қалай да болса да Тұран мен Шахтер премьер-лигаға шығу керек деген жоғарыдан тапсырма берілген деген. Оларды айта алмайсыз кімдер? Енді қазір алдымызда ойын ғой десем. Менің өзімде былай намысыма тиетін ол сұрақ. И Тараз футбол клубының бір былай айтқан кездегі бір жақсы бір тілек жазған адамға давайте бізден бір Тараз футбол клубының футболкасы болсын, қомақты жақсы сумма предлагать етіп, бәрін бірге сатып айта алмайсыз ба соны? Блин, енді айтпай ақ қойшы. Негізі енді ол прям өте қомақты сумма. Әкімшілік бізге сенеді, ардагерлер бізге сенеді. Біз олардың сенімін артуға барымызды істеп жұмыс жасап жатырмыз. Ол өйткені мына мойында қазір үлкен жүк бар. Бәрі сізге артып отыр. Бәрі маған артып. Бұл айтқан кезде ол Дидар деп маған супермен сияқты қарап отыр. Ол и қалай осындай сыбыстар осылай жетеді, мен оны түсінбеймін. Автобус не болды айтпақшы? Кететін болды ма, или қалатын болды ма? Өткенде де қарасақ жүр екен. Жүр, кет. Бұл жерде былай ғой, мысалға, ол. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде ProKZ футбол подкасты. Бүгінгі қонағымыз Тараз футбол клубының директоры, Тараз футбол клубының иесі Дидар Сыдықбек. Дидар мырза, қош келдіңіз. Үлкен рахмет шақырғандарыңызға. Осы енді басталып жатқан қадамдарыңыз сәтімен болсын. Енді ProKZ деген өзіміз енді былай айтқан кезде көкейінде тұрған көп сұрақтарды қойып, осы біздің жанкүйерлерімізге және сіздерге де барлықтарына жауап беру үшін келдік. Рахмет, біздің шақыртуымызды қабыл алып, уақытыңызды арнап келгеніңізге мың алғыс. Бірден сұрақтан бастайық. Тараздан бастасақ. Жалпы қазіргі Тараздың жағдайы қалай, өзіңіз күткендей болып жатыр ма? Енді алғашқы рет енді біз осы қалай басталған, қалай болған айтып берейін. Енді бастапқы кезде енді біз клубтың басшысы ретінде келдік та. Содан кейін осындай біздің президентіміздің жолдауы болды. Коммерциализация деген сияқты, жекешелендіру. И біз сол декабрь айында келген кезде үлкен жұмыстар жасап бастадық, ойыншыларды шақырдық деген сияқты. И сол кезде былай кішкене бір подвисать етіп қалдық та. И содан кейін уже өзіме былай неге осы Тараз футбол клубын қолға алып, былай қорықпай бастамаса депші, енді жекешелендіріп ары қаратай тем более біздің жаңағы президентіміздің жолдауында 3-5 жыл бойы қолдау болады дегеннен кейін қорықпай осы жаққа қадам бастық, жекешелендірдік. И былай айтқан кезде басында мен жай ғана басшы ретінде келгем. Содан кейін осы ситуациядан кейін ары қаратай жұмысты жалғастыру үшін, атак егерде ол мен жекешелендірмесем, может басқа адам келіп оны мысалға бүкіл біздің істеп 1,5 ай 2 ай істеп қойған жұмыстың бәрі далада қалатын еді. Содан кейін жекешелендірдік, қатыстық, барлығы былай айтқан кезде шын түрінде өтті. Енді қазіргі таңда енді барлығы біледі ғой, енді Тараз футбол клубы енді былай айтқан кезде қарызы бар, өзінің көптеген проблемалары бар. Бірақ енді тәуекел істеп, бір, как говорится, жанұяммен сөйлесіп алып, сол жаққа бет бұрдым. Қазіргі таңда енді көп жұмыстар істелінді, аудит өтіп те жатыр. Жаңағындай басқа қалалардағы, басқа мемлекеттегі практикалар болып жатқандай, жаңа қарыздарды бөліп төлеу реабилитациясына өткізіп жатырмыз. Одан бөлек енді клубты өз қолымызға алғанды 1,5 ай болды алғанымызға. Толыққанды енді мынау бүкіл жұмыстары параллельно жүріп өткеннен кейін, ендігі уақыттан бастап енді сол ситуацияларды өткеннен кейін инвестиция тартып, сол ары қаратай жұмысымызды жасай береміз. Осындай жұмыстар жасалып жатыр. Соңғы уақыттарда команданың ауызбіршілігі жоқ, ішкі кухняның проблемалары ғой. Футболшылар мен басшылық арасында, сонда жанкүйерлердің көкейіндегі сұрақтар ғой мен қойып жатқаным. Арасында ауызбіршілік жоқ, бір-бірін тыңдамайды деген сияқты. Команда басшылықтың ішіндегі өзінің бір-бірімен жаңағыдай ауызбіршіліктері жоқ деген сондай бізге жазып тұрады жанкүйерлер. Мен сізге былай айтайын, мысалға айтайын.
енді 5-6 жыл бойы енді клуб өзімен өзі болды. Енді былай айтқан кезде шеттен келген Дидар деген бала келеді да, бәрін өзгерткісі келеді деген сияқты. Ол көп адамдарға ұнай бермейді. Сондай кішігірім интригалар болады демекші, бірақ та бір айтып жаратындай бір проблемалар бар, бізді біреу тыңдамайды или там бір руководствода там бір нәрсе отыр деген сияқты. Онда ештеңе жоқ. Футболшылар алаңға шықпай, сол басшылыққа наразылықтарын білдіріп, әдейі шықпай қойып жатыр деп дегенде сондай сыбыстар естіп жатырмыз. Ол нақты қазіргі соңғы матчта өзіңіз білесіз, жаңағы Байтана, Молдақараевтардың шықпай қойған себебі, бір рас өтірігін өзіңізден естісек, олар әдейі сол сізге, енді сіз ғой, енді басшылық дегенде сізге қарап айтылады, сізге ерегісіп деп айтып жатыр да, сол туралы сөздің ашығын айтайын. Командада негізінде атмосфера жақсы. Ешқандай там былай айтқан кезде жеке өзімде және команданың несімен контакты жақсы, ешқандай кекілжің ештеңке жоқ. Сол ойында мысалға Төрекул сынып қалды, травма ол. Сондай жағдай болды. Молдақараев ол одан уже 2 ойын бұрын сынып қалған, бірақ ол раздевалкада мысалға барлық жерде Байтана температура етіп ауырып қалды. И осының барлығы адам қалай да, мысалға айтқан кезде отырады да өйстіп интриганы бастайды. Ол бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, былай. Енді әрине, егер де сол сәтте біздің команда жеңетін болса, жанкүйерлердің ешкімнің де сұрағы болмайтын еді. Дұрыс па? Сол себепті бұл жерде результат қой, ең бастысы результат. Енді результат болу үшін, былай айтқан кезде басшылық не істеу керек? Басшылық дұрыс қадамдар жасау керек, трансферлер жасау керек, команданың әл-қуатын қарау керек демекші. Бірақ та менің өзімде былай намысыма тиетін ол сұрақ. Қазіргі таңда молодежкалар ғой, біз қарап отырсақ, бүкіл жақсы командаларды жеңіп, молодежкаларға келген кезде бір недооценкамен шығамыз ба, или бір не болып қалатынын білмеймін. Сөздің ашығы. Мен де оған ашуланам, өз-өзімді жейм, отырам, қалай болады, не сызасын, есептейсің демекші, жаңағындай қандай егерде жағдай болса біз уже гонкадан шығып қаламыз демекші. Бірақ та ең бастысы бұл жерде бізде өзіміздің жеке қойып атқан задачамыз бар. Ол басшылықтың командаға деген задачасы бар. Бірақ та барлық аладан, дұрыс па? Біз енді тұрып мынандай жағдайға қарамастан болып жатқан, біз батылдық көрсетіп, сол жаққа бет бұрдық. Қазіргі таңда Тараз футбол клубының дублі жанданды, молодежкасы. Ол 2-ші лигада 1-ші орында келе жатыр. Основной команданы алатын болсақ, соның 85% ойыншысы олар тараздық түлектер. Барлығы сырттан қайтып келді, мықты аттары бар ойыншылар. Одан бөлек 15% сырттан бапкерлер сөйлесіп, сол сырттан адамдарды алып келді. И қазіргі таңда құр ғана жұмыс жасау керек. Мынандай интригалар деген олар болып атады, результат көрсету керек. Ал егер де результат көрсетілмей, действительно там нетпесек, то, конечно, бұл жерде жаңағындай халық ойлайды ғой, енді біз таққа күресіп отырған, ұсталып отқаным жоқ. Бірақ та мен бұл сөзді Атырауда да айтқам, уақыт бәрін көрсетеді. Қазіргі таңда міне бір ойын болды, тағы басқаларды ұтылып жатыр, мысалға Тұранда бәленбай қаражаты бар, мысалға деймін да, енді Шахтерда қаражаты, енді біз өзіміздің былай айтқан кездегі мүмкіншіліктерімізбен бірақ задача қойып жатқан командамыз. Мынау жаңағы түлектер дедіңіз ғой, Бауыржан Исламхан Тараздың түлегі ғой. Алдында сіз онымен бір рет сөйлескен кезде ол сізге отказ берді. Премьер-лигада ойнағым келеді, сборныйда ойнағым келеді деп. Бірақ жақында бір естідіңіз бе, естімедіңіз бе, Тұранға ауысады деген Илдар Аманбаев, по-моему, салт не? Оны естідім, бірақ та сөздің ашығы керек. Енді әр адамның өзінің бір несі ғой, былай айтқан кезде шешімі.
бірақ та таңдауы. Бірақ та енді сол кезде біз сөйлескендегі сөйтіп жауап берген Баторик қазіргі таңда ой өзгермеген шығар енді. Бірақ ой өзгерсе міндетті түрде ол мен ойымша Таразға көмектесе жақсы болатын еді. Енді бізде солай үміттенеміз енді. Бауыржан Исламхан Тұранға емес, Таразға ауысып жатыр. Бірінші лигаға ауысатын болса, егер де ауысатын болса, Баториктің сол кездегі өзінің алдына қойған үлкен мақсаттары, біз оған только сәттілік тілейміз. Иә. Жанкүйерлермен жалпы қазір қарым-қатынас өйткені тағы да бір сондай сыбыс естідік, бізге енді жазып тұрады енді. Біз ол ауадан алмаймыз. Ардагер бірнеше жанкүйер барып, әкімдікке барып, сондай сізге деген көңілдері толмай командадан, клубтан кетуін талап етті деген сондай бір оның ақпарат естідік. Рас өтірігін нақтысын білмейміз. Жалпы негізі қазіргі әкімдікпен арақатынасыңыз қандай? Өйткені тағы да бір ақпарат, егер әкімдік сіздің жұмысыңыз көңілден толмаса, қайтадан өзіне алып қояды деген сондай договор бойынша келісім бар екен, иә? Оның барлығы өтірік әңгіме. Ардагерлермен отношениямыз жақсы. Біз әрдайым өзіміздің, енді мен қазақ, өзіңіз осы сұраққа да мысалға былай жауап берейінші. Мен өзім ауылдан қазақи тәрбиені көріп шыққан адаммын да. Мен қалай, мысалы Атырау болсын, жаңағындай Тараз болсын, барлық жерде ардагерлермен отношениям жақсы болды. Мен келемін Таразға келіп басқандайдан болып кетем ба? Жоқ. Біздің ардагерлерге деген құрмет үлкен. Міне, мен келгеннен кейін мен наоборот ардагерлерден ақыл сұрадым. Әр жерде біздің ардагерлердің суреттерін іліп жатырмыз. Олар да бізге сеніп жатыр. Ардагерлерімізді выездной ойындарға алып барамыз да, мысалы Түркістанда ойын болды. Бізге қолдау керек, бір болайық деп. Мысалға деймін да. И қалай осындай сыбыстар осылай жетеді, мен оны түсінбеймін. И жаңағыда айтып жатсыз ғой, көңілі толмаса деген. Бұл толыққанды қазіргі таңда Тараз футбол клубы ол жекешеленді. Яғни біздің мемлекет басшымыздың миссиясы орындалды. Бізге қазір әкімшілік жақсы қолдау көрсетіп жатыр. Бізге деген сенімім мол. Но бізде анандай фокусник емеспіз ғой, келе салып былай бәрі жақсы болып кетеді демейміз. Бірақ біз жаңағындай бәленбай жыл болып жатқан жұмысты реттеп жатырмыз. Былай айтқан кезде ішкі кухнясын реттеп жатырмыз, есеп қисығын түзеп жатырмыз, мына жердегі инвестиция жағын реттеп деген сияқты реабилитация өткен. Ол үлкен жұмыс, сөздің ашығы керек. Сол себепті оның барлығы интрига. Ешқандай ондай әңгіме жоқ. Әкімшілік бізге сенеді, ардагерлер бізге сенеді. Біз олардың сенімін артуға барымызды істеп жұмыс жасап жатырмыз. Енді айтқандай барлығы Алладан. Егер де уақыт бәрін көрсетеді ғой, жылдың соңында. Мынау жаңағы жекешелендіру тақырыбын қозғап кетсек, мынау қазіргі таңда Қайсар, Шахтер, үлкен Ордабасы, Жеңіс клубтарын енді ірі бизнесмендер алып жатыр ғой енді. Олар көптеген жаңағыда инвестиция салып жатыр, академия саламыз деп жатыр, салып жатыр, стадиондар салып жатыр. Сізде жалпы Таразды алудағы мақсат қандай мақсатпен жалпы алдыңыз? Енді сізде енді біз білеміз ғой, енді олардікіндей ондай қатты миллиардтаған ақшаңызды енді білмеймін, тыққан ақшаңыз жоқ бар болса. Жоқ, дұрыс. Барлық тараптан мысалға біз мүмкін былай айтқан кезде олар сияқты бір ірі деген сияқты кәсіпкер емес шығар, бірақ та біздің өзіміздің де кәсібіміз бар. Өз тарапымыздан қолымыздан келген барлығын жасаймыз, және жақын арада біз сол жаққа бет бұрып жұмыс бұрамыз, жасаймыз. Инвестиция жағынан болсын, қай жағынан болсын. Ең бастысы бұл жерде былай ғой, мен сізге былай айтайын. Сен толыққанды клуб сенікі болған кезде, сенің былай айтқан кезде ешқандай мынандай интрига жоқ кезде, әрине сенің де былай айтқан кезде бұл бизнесіңа сен жақсы қарайсың да. Ал қазіргі таңда қазіргі болып жатқан интригалардың барлығын өлтіру керек болды. Содан кейін
барлығы дұрыс болады. Былай жанкүйерлерге былай ақпарат ретінде стадион салу, академия салу болмаса да жалпы қандай осы жанкүйерлерге бір идеяларыңызбен бөлісіп қойсаңыз, қандай алдағы уақытта? Қараңыз, барлықтары айтып жатады ғой, мысалға жаңағындай егер де жанкүйерлер біз негізінде өзім ойлаған бір алдыларына өтіп бір кездесу керек негізінде. Бірақ та былай айтқан кезде көп жұмыс болғаннан кейін сен чисто физически үлгермей қаласың. Кеше мысалға мен жаңағындай досым Ербол Қайыров өте керемет бір пример көрсетті да. Өзінің жаңағындай почтасын тіркеді да, и каждыйын отрабатывать етеді. И мен прям соны көрген кезде миыма былай щелчок келді да, ойладым, блин, осыны тоже нету керек. Так что мен айтып жатырмын ғой, әрдайым ашық адаммын. Мен елдерден жасыратыным жоқ. Любой адаммен сөйлесуге дайынмын. И оларға осы жаңағындай практиканы нетемін. Мысалы, болашақта енді біздің тарапымыздан енді мен там биылға айтайыншы енді. Мен басты мақсатым осы Аллахтың қалауымен задача орындап берілмеу, премьер-лигаға өту. Егер де ол ситуация даже егер де болмай қалатын болса да, мысалға енді халық шешеді ғой барлығын, мысалға. Бірақ та өзіңіз ойлаңыз, соңғы 5-6 жыл ма, қанша там 3-4 жыл болсын, Тараз футбол клубы задача қойылмады ғой. Мысалға қазір біз қойып жатырмыз. Көптеген мысалға жұмыстар жасалынып жатыр, оның барлығы көрінбейді. Жаңа айтып жатырмын ғой, сен оның барлығын рет-ретімен, и сен біз бәрін бірден бастап кеттік қой. Сол себепті қолдау ғана керек, шыдау керек, командамен бірге болу керек. Біз өзімізде сол сенімді ақтау үшін жақсы жұмыс жасауымыз керек. Барлығымыз осылай бірге болсақ, міне клуб, жанкүйерлер, әкімшілік, там мысалы басшылық, там барлығымыз былай болсақ, болды, барлығы дұрыс болады. Ол өйткені мына мойында қазір үлкен жүк бар. Бәрі сізге артып отыр. Бәрі маған артып. Бұл айтқан кезде ол Дидар деп маған супермен сияқты қарап отыр. Ол тоже енді біз адамбыз ғой. Барлығы Алладан, бірақ біз дұрыс амалдарын жасап жатқан сияқтымыз енді. Иә, сәттілік. Мынау енді қазіргі биылғы көп қозғалып жүрген проблемалар ғой, төрешілік мәселесі. Сіздің өзіңізде Қазақстан футбол федерациясына бір үндеу жолдаған видеоңыз тарап жүр әлеуметтік желіде. Одан бөлек мынау жанкүйерлер өздерінің наразылықтарын білдіріп, Қазақстан футбол федерациясы көрген шығарсыз, плакат тілеп, біз өлтірме деген сияқты. Осы мәселеде қазір шынымен де Таразды әдейі аяқтан шалу болады ма, әлде төрешілер байқауызда сондай қателіктер болады ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Бұл жерде менің ойымша бұл профессиональный навыктар ғой. Мысалға деймін де, енді өзіміз білеміз, 2-ші лигада енді бастап келе жатқан төрешілер енді карьерасын біріншіде обкатқа өтеді деген сияқты. Мен ешкімді кінәламаймын. И мысалға маған да негізінде кеше өзім бір анализ жасап отырдым да, алдағы уақытта өз тарапынан еш уақытта кінәні ешкімнен іздемеймін деп айттым. Бірақ ойланатын заттар бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Мысалға деймін да, әртүрлі жағдайлар болып жатыр енді. Сөздің ашығы керек. Бірақ қателікті біреуден емес, өзімізден іздеу керек. Қалай болғанда да, енді оны осы бір балта шаппаса, бұл айтқан кезде конкретно, былайшы. Атак көп сұрақтар бар енді былай. Бұған бір ашық бір өзіңнің былай ойыңды айтайын десең, енді ол да может эмоциямен дұрыс болмай қалатын шығар. Федерация жауап берді ма сол сіздің үндеуіңізге? Иә, жауап берді. Енді өздерінің қолынан келгенін істеді ғой енді. Отстранение берді. Толыққанды каждый апта сайын енді жаңағы болып жатқан ойындардың нелерін шығарып отырады ғой, қателескен демекші. Енді ешкімге ренжімеймін. Мысалға деймін да, мына былай айтайыншы. Қазіргі федерацияның басшылығы жаңағы қазіргі болып жатқан жағдайлар оларға былай по наследству келді да, қалды. Ол кеше бүгін 2 жыл бұрын туындаған мәселе емес. Ол анау сол кезден келе жатыр ма? Сол жақтан не келді. Бірақ та қазіргі таңда бір қуантатын жай. Мен білемін да, что күресіп жатыр. Сол себепті қазіргі таңдағы басшылыққа мен тек қана сәттілік тілеймін. Мен былай өзімді бір ақтап, оларды жамандағым кеп тұрған жоқ. Біз бәріміз футболдағы адамдар, біз бәріміз бір әлемде жүреміз. Бірақ та әр адамның өзінің стилі болады.
солай деп былай кішкене бір жасырын жауап берейінші. Жаңағы әлеуметтік желіден бізде көріп жүреміз ғой, биыл мен жаңа сұрақты не үшін қойдым, биыл қалай да болса да Тұран мен Шахтер премьер-лигаға шығу керек деген жоғарыдан тапсырма берілген деген. Сол жерде Тараз тыс қалып қойды ма деп сол жағынан сұрақ қойып отырмын да сізге. Негізі ондай ой сізге келген жоқ па? Бұл айтқан кезде, егер де сен біреудің ойымен келісе беретін болсаң, тогда зачем біз вообще өмір сүріп жүрміз да, мысалға. Ол жаңағындай не дегді ғой, енді біз бәріміз түсінеміз да, қазіргі таңда қандай заманда өмір сүріп жатқанымыз, бірақ мен ондай нәрселерге сенбеймін. Сенбеймін деген кезде, может быть, оның да бір сөздің жаны бар шығар, бірақ та сен соған қарап қойып, все солай болады екен деп отыра беретін болсаң, наоборот жақсы ғой, ол айтылған сөзді жойып басқаша болып кеткен дұрыс па? Ертең айтса, ой, бұл мынау не деген, былай болып жатыр, мынау былай болып жатыр десе, біз сөйтіп шыңдаламыз. Бірақ сөзін ашығы керек, мен Таразға барып біраз былай айтқан кезде опыт жинап жатырмын да. Басқандай жағынан болсын, қай жағынан болсын, мен қатты опыт жинап жатырмын, шыңдалып жатырмын, психологиялық тұрғыда басқа, былай айтқан кезде әлем ғой, Тараз мысалға деймін да. Сол себепті енді алдағы уақытта болатын жағдай, енді ол только өзімізге ғана сену, өзіңе сену, өзің командаңа сену, шығып төтеп беріп, сені қаншама өлтіріп жатса да халық оны көреді. Мысалға. Бірақ мен сөздің ашы керек, что федерациядан, басшылықтан былай болды, былай ғана істелінеді деп мен ондайға сенбеймін. Неге десеңіз, фейрплей ғой, барлығы дұрыс жағынан болу керек. Бірақ айтып жатырмын ғой, әр адамның өзінің стильдері болады. Бірақ мен оларды жаман, өзімді жақсы деп неткім келмейді. Футбол жаман болса, мен де жаман болайын. Футбол жақсы болса, мен де жақсы болайын. Болды. Рахмет. Бізде соған сенейік. Бізде енді футбол жанкүйері болғаннан кейін енді айтылып жатады ғой, цирк, бірдеңе, театр деген сияқты. Ондай көргіміз келмейді, бізде шынайы футбол көргіміз келеді. Шын жеңген, кім мықты жеңгенін қалаймыз. Сол үшін шынайы футбол көргіміз келеді да, сол үшін шынайы болса екен деп тілейміз да бізде. Алдағы уақытта сіздерге Тараз шынымен соны дәлелдесе екен деймін да. То, что ана адамдардың айтқаны қате екенін Тараз футбол клубы осы жылы жеңіп дәлелдеп шықсаң, шынайы мен өзім қалаймын да осыны, өзім Тараздікі болмасам да, өйткені Тараздың енді жаңа таланттар шығыватқанын бәріміз білеміз ғой. Қазіргі таңда да әр клубта бірнеше тараздық футболшы негізі құрамда ойнап жүр, былайша айтқан кезде. Содан кейін шынайы қалайсың да, ол ондай клуб недостойны да бірінші лигада осы қанша жыл бойы жүруге, менің ойымша недостойны деп ойлаймын да. Әрине. Тараз, мен не үшін мысалға Таразға бардым деген сұраққа жауап берейін. Мысалға, мен де өзіме абырой заработать ету үшін бардым. Маған басқасы қызық емес. Мен өзіме сеніп ойладым, блин, Тараз егерде КСКП-ға шықса, сен тарихта қаласың. Бірақ та вот айтып жатырық қой, енді халық шешеді бәрін. Біз Атырауға келген кезде басыңызда есіңізде ма, трансфер жабылып ұтылып аттық. Осында кеше қарасам, мен сол футболкамен тұрмын ғой, сенесіз? Иә. Сол бір өзіме бір андай не болды да, бір ойладым, блин, может бұл да бір сондай сигнал шығар деген сияқты. Но егер де халық уақыт берсе, енді жанкүйерлер бар, барлықтары уақыт бәріне емші и көрсетеді. Егер де біз слабый менеджмент қазір там мысалға деймін да, басқалары келіп, бәне біз ертең ақ шығарамыз десе, мысалға деймін да, мен ол мысалға енді клуб жеке ғой, жаңағындай өзім ақ нетпей, анау мысалға кім болсын, мен дайынмын да оларға наоборот поддержка беріп деген сияқты. Енді біз қазір бұл жерде енді өзің футболда жүргеннен кейін енді өзің басында жүрсің. Егер де бізге келіп біреу, Дидар, мен жұмыс қалшы мысалға, мен қазір саған премьер-лигаға шығарып берем деген, мынандай футболистерің супер ойнап кетеді десе, неге біз бірігуіміз керек? Сол себепті халық қолдау керек, команданы қолдау керек. Ондай жағдайлар болып тұрады. И біз бір болуымыз керек. А так, мен мысалға осы ситуация туралы
айта кетейін, басшылық мысалға да біздің управление спорта болсын барлық тараптан қолдап жатыр. Жаңағы стадионымыз бар да, соның қызметкерлері там артымыздан шырылдап жүгіріп басшысымен бірге көмектеседі. Там әкімшіліктен біздің өзіміздің там кураторымыз бар, барлық тараптан қолдау бар. Бізге только футбол ойнау керек и халыққа сену керек. Сол үшін келіп жатырмын ғой, өйткені чтобы жанкүйерлер осы месседжді естісе екен деген сияқты. Қазір егерде біз өйстіп әр ситуациядан жалын осылай интрига шығарып отырсақ, ештеңке болмайды. Қазір трансферлер туралы Таразға кім келейін деп жатыр? Былай айтайын, негізінде бар ғой, бізге инсайт болсын. Инсайт деген кезде мен сізге өйстіп айтайын, Иртыштан бір ойыншы бар, премьер-лигадан. Ақтаудан бір орталық қорғаушы бар. Сосын келісіп қойыңыздар, иә, былай айтайын, аттарын атамай ақ қойын, былай примерно келісіп жатырмыз да, келістік уже. И Оралдан бір адаммен, жоқ, Оралдан бір жақсы ойыншымен тоже былай келісім сөздер жүріп өтті, енді қазір добивать етуіміз керек. И тағы да бір-екі трансфер может Қызылордадан болып қалуы мүмкін. Сол себепті қазір мен кім кетеді, кім қалады деп, былай кім конкретно трансфер болады десем, қазір тоже халықтың алдында өтірікші болғым келмейді, бірақ біз қазір былай айтқан кезде бір-екі ойыншымен қоштасамыз, солардың орнына там. Оларды айта алмайсыз, кімдер? Енді қазір алдымызда ойын ғой десем. Жоқ, негізі ключевой игрок қазір негізі құрам ойыншылар ма? Мен негізгі құрамның ойыншылар деп айта алмаймын. Түсінікті. Енді бұл сұрақты қоймасам тағы болмайтын шығар, Is the Family туралы. Бұл сұрақтан енді айналып кете алмаймыз. Чемпионат басталатын кезде, сәл қалған кезде уже басталатын бірінші лигадан да, кубоктан да Is the Family қатыспайды деп өзіңіз мәлімдеме жазатынсыз. Қазіргі Is the Family'дің жобасының жағдайы қандай? Негізі жабылып қалды ма или уақытша паузада ма? Уақытша жағдай. Қазіргі таңда енді біз бәріміз білеміз ғой, мысалға енді аты Is the Family да, и біз тұрамыз да, о жерде Дидар емес десек, ол бір өтірік әңгіме болып қалады. Ол екінші лигада болсын, ол кубокта болсын. Сол себепті басында сөйтіп көп интрига болып кетті ғой, былай тоже СМИға шығып. И мен де ойладым, басым тыныш, осы Таразды барып көтерейік, бар күшіміз соған салайық. Is the Family'ді пока тоқтата тұрайық деп, өзіміз жаңағындай лицензиямызды, өзімнің достарым бар қатысатын, соларға да, чтоб лигада подвать етпейтіндей, и соларға лицензияны беріп, олар заявкасын полностью өтіп шықты да, бірақ жаңағындай ол негізінде бір күн болған жағдай емес, мысалға, ол бір ай, ол бір где-то 3 апта бұрын болған жағдай. И былай айтқан кезде сөйтіп ойынға келеткен кезде, екіншіге бастап кеткен кезде, мысалға, ой деп қалды барлығы. Дидар бір күн қалған кезде былай жынды емеспіз ғой бізде енді, мысалға. Осылай мен интригалар шығады ғой, сөзін ашу керек. А так 3 апта бұрын уже белгілі болған жағдай. Аналар лицензированиен өтті, кәдімгідей процедура деген ол ұзақ қой тоже. Сонда атын ауыстырып басқа команда болып ойнап жатыр ма қазір? Біз получается жаптық SDFM, бірақ өзіміздің лицензиямызды сол өзімізге қатысатын лицензияны өзімізге береміз как право. Қандай клуб қазір ойнап жатыр? Ол медиа клуб қой, сол в порядке деген команда, ВПР, который вот. Жігіттер де осы футболды қатты жақсы көреді, сол себепті жігіттерге осылай мүмкіндік болсын деп енді соларға бердік қой. Бірақ қызметкерлер, футболшылар бәрі тарап кетті ма сонда? Қызметкерлердің барлықтары сол академия немене істеп жатыр. Көптеген енді жұмысшылар басқа тараптан жұмыс, енді основной функциональный жаңағы спорт дир, анау деген сияқтылар, конечно, басқа клубтарда, басқа жерлерде істеп жатыр, а так офис барлық тараптан как положено бұрынғыдай жұмыс жасап жатыр. Неге SD Family-ді ары қарай дамытпадыңыз, керісінше жаңағы неге Атырау, неге Тараз, сол жаққа қарай кетіп қалдыңыз? Неге өзіңіздің былай нөлден бастап көтерген өзіңіздің былайынша айтқан кезде жобаңыз ғой, неге сол жобаңызды дамытуға не кедергі болды? Міне негізінде дұрыс сұрақ. Қазіргі таңда да ол сұрақ мен көкейімде тұрады. Мен ойлаймын да, просто бұл жерде мен чуть-чуть эгоистический бір поступок істедім. Неге десеңіз,
SD Family'ді қалай болғанда да до конца соған күшіміз салып істеуіміз керек. Бірақ та мен анандай Атырауға барғаннан кейін енді өзімді тексерейінші дедік қой, сөзін ашық. Бәрі сәтімен болды да. И біз адам пендеміз ғой. И жаңағыдай өзіңді ойлайсың, ойбай, кереметпін деп қаласың да, кішкене болсын. И бірақ енді өзіміздің жұмысымызды білеміз ғой. И сосын Таразға бет бұрдық қой. Так енді SD Family'дің былай қазіргі таңда ойнамай жатқаны, ол кішкене тоже жүректен ұрады. Бірақ Құдай қаласа уақытша нәрсе ғой, барлығы там база бар, футбольный клуб бар, барлығы академияның бәрі дайын тұр ғой, былай айтқан кезде. Сәл енді былай өзімді тексеріп көрейінші деп істеп жатырмын. Алдында бір опрос жасадыңыз ғой, не істесем болады деген екі оймен жүрмін деп. Біріншісі клубты біреуге сатсам ба деп бір подкастта ма бірдеңе айттыңыз. Одан кейін өзіңіздің инстаграмыңызға бір опрос тастаған кезде де мен сізге жауап бергенмін. Жаппаңыз, керісінше осы басқа жаққа емес, именно осы SD Family'ге бар күшіңізді салыңыз деп мен сізге жазып жіберемін. Есіңізде ма, есіңізде емес пе? Енді былай ғой, негізінде клубты полностью базасымен, барлығымен бір предложение болды ма, сатып алайық депші. Бірақ атын өзгертеміз, сен жұмысыңды істей бересің там. Ойланып енді, мысалы сол кезде біз енді ақшаның артынан жүгіріп жүрген адам болатын болса, қомақты жақсы сумма предлагать етіп, бәрін бірге сатып айта алмайсыз ба соны? Блин, енді айтпай ақ қойшы, енді ол прям өте қомақты сумма. И былай айтқан кезде жұмыс жасамай, мысалға вообще там чисто жүре беруге болатын еді, там до конца жизни деген сияқты ғой. Но бұл жерде просто футболға деген махаббат та. Енді өз-өзіңді былай айтқан кезде сатып жібергендей боласың да. Сол себептен болашақта енді қайтадан жандандырамыз ғой. Қазіргі таңда барлық біздің ойымыз, күшіміз, былай айтқан кезде мақсатымыз, жүрегіміз бәрі Таразбен. Барлығын басамыз, жасаймыз, сдаваться етпейміз, соңына шейін күресеміз. Ары қаратай енді жылдың соңында көре жатармыз. Балапандарды күзде санаймыз. Иә, дұрыс солай ғой. Мынау SD Family'ден темасынан осы аяқтай салайық. Мынау Астанада SD Family атауымен бірнеше алаңдар тұр да, бос тұр бірақ. Неге екені соны өзіңізден сұрасақ, ол алаңдардың өткенде бір видео шықты, ішіндегі сындырып кеткен біреулер. Бос тұрғаннан кейін енді әрине ол жау көп болады ғой ондай нәрселерге. Жалпы бұл салудағы олардың мақсаты қандай? Неге сол бос тұруға салып қойдыңыз ба? Қазіргі таңда міне былай болып отыр ғой, енді өзі жоқтың көзі жоқ дейді ғой. Сол болып отыр ғой. Сен мысалға бәленбай оны ақшаға жүрегің ауырып саласың, оны адамдарға бересің, қарау керек, нету керек, соны жерде жаттығады демекші. И келіп ішін бәрін қиратып кетеді да, и стадионын жауып тастайды, пока следствие жүріп жатыр дейді да. И конечно ол сөйтіп тұрады, бір сезон бойы жай тұрады. Мен өзім талапкерде тұрам. Вот талапкердегі алаң туралы сізге де айтып берейін. Талапкердегі ауылдың балаларына деп, мысалы біздің айналамыздағы айтқан кезде бауырларымыз кәсіпте жүрсін, сол балаларды шыңдандырсын, қоянды да деп сөйтіп барлығын жасап қойдық. Атырауға кетіп қалдым, ол кезде істеп атты. Сосын бір кезде алыс, анау адамдарға жандай. Қарны тоққа не дейсіз енді? Осы сондай жағдай болып тұр ғой. Қазіргі таңда тұр енді. Оны сатып жіберуге де болады. Мысалға. Бірақ оны мен өзім жүрегім ауырады енді сатуға. Мен сол талапкердегі өзім сол жақта тұрғаннан кейін менде де маған да қызықты ол не үшін салып қойды. Сөйтіп сол жерлердегі таныс кісілерден сұрасам, кейбір айтады, мемлекеттен грант алып, тегін грант алып салып қойған, өзінің жаңағы несімен әшейін ақша алу үшін деп. Сонда енді мен нені айтып жатырмын да, ұзын құлақтың әңгімесін айтып жатырмын да, олайша айтқан кезде. Ол жалпы өзіңіздің қаражатыңызбен, өзімнің толыққанды қаражатыммен жекешеленген жерін аукционнан как положено сатып алдым, барлық коммуникациясын өткіздім. И менің айтып жатырмын ғой, енді адам былай, енді мен өзімді сырттай білмеймін да, қандай бір впечатление беретінімді. Мысалға сөздің ашық, может мен сырттай өзімше болып бір көрінем ба, или бірақ мен ішімде
реально айтайын, вот өзіңді бір колхозник дейді ғой, колхозник сезінемін. Өйткені ауылда өскеннен кейін сен уже өз орныңды білетін там сондай адам. И сол себепті мен адамдар может білмей, ойбай, ол сол жаңағындай грант бүйту үшін, сөйту үшін, былай нету үшін жоқ. Ауылдың адамдары, ауылдың балалары шыңдалып, сол жерден тренировка жасап, біздің спецгруппаға түсіп, олармен біз екінші лиганың мықтыларын баптап, жаңағындай ФЦ-ға қатысқызып, жарысқа мықты бір стратегия жасайық, бір мықты руководитель футбольного центрын алып келейік, там мысалға да шетелден мен ойладым, өткенде Өзбекстаннан барып алып келейік деген сияқты сондай бір жанып тұрасың ғой. И негізінде сол үшін салынған болатын. Ешқандай подвох жоқ. Бірақ мен кетіп қалдым Атырауға. Атырауда жүрдім. Қазір Тараздамын. Ары қарай не болады ол? Сол күйі тұра беремін. Жоқ, просто мен жаным ашиды ана жерде шөптер деген уже тал болып кеткен. Уже адам көруге невозможно болып қалған да ана жерде. Енді мен рас керек негізінде өзім кеше ойлап жатқанмын, тоже барып қарап қайтайыншы не болып жатыр депші. Баратын болсаңыз бірге апара аламын. Мен сол жерде қазір неткізіп, сол біреулерге бір штоп ухаживать етіп, сол жерде балаларды жаттықтырса деген бір ойым бар. Сол Айдар Көмізбеков ағамыз звондаған сол туралы маған. Дидар, не болып жатыр деп. Мен айтқам, сөйлесейік, давайте, конечно деп. А так мен айтып жатырмын ғой, футболды шын жүрекпен қатты сүйіп жүрген адаммын ғой мен, но иногда тоже мынандай халықтың алдында жүргеннен кейін енді бірде осындай результат болмай қалады, бірде болады демекші, бірде андай интрига, мындай интрига. Сол кездері былай уже андай өз-өзіңе сенбей қалатын кездерде болады, сөзін аша керек, но бір-екі күн өйстіп келіп бала шағаның жанынан там энергия аласың да, жоқ деп білемін. Жаныңыз Астанада ғой? Жанұям бәрі Астанада. Сол. Іздеп біздің негізгі шақырудағы мақсатымыз, себебіміз сол болған. Негізі SD Family не болды? Негізі бәріміз жақсы көреміз сол SD Family'ді. Қазір мен қоса салайын осы жерде. Медиа футболды тоже көретін бе едіңіз? Медиа футбол қатты. Енді мысалы қазір міне медиа футбол тоже мысалға ол менің жеке проектім болғаннан кейін сол тоқтап тұр, командалар күтіп тұр. И мен де былай айтқан кезде Таразда жүрмін ғой енді. Мысалы Таразда жүргеннен кейін мен қазір жігіттер өздерін нете беріңдер, уже о жақта тұр, мына жақта тұр демекші. Енді қазір ойындарды бір жақсы ойындарды өтіп алсақ, мынау Хантенгри бар, Шахтер бар, басқа да ойындар бар, аман есен өтіп алсақ, то ары қаратай бүкіл проектілеріміз жалғастырамыз ғой. SD Family болсын, медиа футбол болсын. Біз тек қуанамыз. Рахмет. Но бағана сұрақты ұмытып кеттім. Автобус не болды айтпақшы? Кететін болды ма, әлде қалатын болды ма? Өткенде де қарасақ жүр екен. Жүр, кет. Бұл жерде былай ғой, мысалға, ол жай ғана ол біреудің алып берген, бір бизнесменнің алып берген бизнесмен деді ма? Цементтің несі алып берген деді ма? Оны мен сөзін ашығы керек, кім алып берген білмеймін, но бұл жерде бұл законность бар да, мысалы жаңа қарыз бар, сен реабилитацияға бересің, бірақ та сол кезде сен егерде нетсең жаңағындай ол имуществоны бүйтеді, мысалы даже мысалға алып кетсе де мысалға деймін да, басқа автобус ала аламыз ғой. Ала аламыз да, и ол автобус сөзін ашығы керек, ол жап-жаңа бір күшті болып тұрған автобусты емес мысалға. Одан мен ойымша бұл жерде адамдар разгонять еткен жақсы көреді. Глобально еш нәрсе Тараз футбол клубында жоқ. Автобус қана бар, все болды, басқа дым жоқ мысалға. Ол А4 қағаз. Бірақ біз оны болашақта ештіп барлығымыз бірігіп, тоқа көркендей береміз да, мысалы, өсіріп демекші. Ең бастысы қолдау, ал қалған интрига бұл оған мән беріп қажет жоқ. А так бәрі уайымдамаңыздар десеңші. Уайымдамаңыздар, бұл жерде ең бастысы жаңағындай айтып жатырмын ғой, мысалға Ордабасы футбол клубының қаншама қарызы бар даже мысалға. Бірақ оларда оны бірден төлемей, мысалы 20-30 жылдыққа ма бөліп берді, сондай бөліп берді. Мысалға там Оқжетпес бар, оларда 800 миллион қарызы бар. Мысалы Таразда қазір 352,
400 миллиондай шығар енді, мен сөзін ашу керек, точно қазір енді ғана нелері бітіп жатыр ғой, мынандай реабилитация сұрақтары бітіп жатыр. 800 миллион не бар, ол оқжетпес бар, тағы бүкіл командаларда қарыздар бар. Олар оны реабилитациядан өткізді, жылына өзінің бір 50-60 миллион теңгесін төлеп өмір сүріп жатыр. Мына жерде енді қадалатын не жоқ мысалы, бірақ та енді бізде қазіргі таңда енді может быть халық сөйтіп былай нетіп қалған шығар, ашуланып жүрген шығар, что ойбай ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ деп. Мысалы мен айтып жатырмын, реабилитацияға құдай қаласа барлығы беріледі документтер. Аудит өтті, барлығын документ, ішкі нелерін барлығын реттеп жатырмыз. Ол келе салып, ол мысалға реабилитация келіп, ол міне екінші күні келіп бере салу емес, ол 1-2 айға былай созылатын процедура, мысалға деймін да, ол сондай жұмыс, ол жүреді сөйтіп. Біз келіп, мысалы, может елдер ойлап отқан шығар, біз дым істемей отырмыз деп. Бәрі жүйесімен жүріп келе жатыр. Өзіңізде былай сұрақтар айта алмай алған десеңіз? Енді бұл жерге енді ең басты себеп, мен айтып жатырмын ғой, біз әрдайым енді ашықпыз, халықтан ешкімнен жасыратынымыз жоқ. Көптеген былай айтқан кездегі интригаларға сенбей, ең бастысы командаға сеніңіздер. Егер де команданы қолдап, халықпен бірге бағанағыдай айтып отқан бәріміз бірге болсақ, біздің алар асуымыз алда. Жаңағы сіз айтып жатсыз. Мен де естіп жүрмін оларды, мысалға уже там 2 команда шығатын белгілі болып қойды. Тараз ол командалардың ішінде емес екенге, бірақ біз не істей аламыз? Біз пендеміз да, біз жай ғана адамдармыз. Бірақ Аллахтың қалауы деген басқаны. Егер де бізге одан ризық болса, Аллахтың қалауымен біз шығамыз. Егер де біз үшін благо болмаса, біз шықпаймыз, бірақ біз ұмтыламыз сол жаққа. Біз гонкаға ешқандай не жоқ. Қару түсірмейміз. Ол, конечно, қазір егер де ойбай, каждый жыл өйстіп отыра берейік тогда мысалға. И келесі жыл мысалға деймін да, тағы 2 команда белгілі болып қойды, жарайды, ойнамай-ақ қойып. Тағы да келесі жыл ойнамай-ақ қойып, ойнау керек, до конца қырылысу керек. Биылғы таблицаларды қарайық мысалға. Мен өзім үшін де мысалға анализ жасадым. Оның алдыңғы жылдары. Былтырмен салыстырғанда ма? Былтыр алдыңғы жылдары 12-ші, 10-ші, мысалға 8-ші орын демекші. Енді біз қазір енді күресеміз ғой. Халық деген енді біз енді адам сондаймыз ғой. Сондаймыз ғой. Ол ештеңе жақпайды қазір шынымен. Әлем чемпионат көріп жатсыз ба? Уақыт тауып жатсыз ба? Честно скажу, негізі қай командаға жанкүйерсіз? Мен енді негізінде өзім былай айтқан кезде Португалияға жанкүйермін осы чемпионатта. Неге десеңіз, просто Месси отты. Былай мен Аргентинаға болеть етемін. Месси отты. Негіз Барсаның жанкүйерсіз? Мен Аргентинаға жанкүйермін, просто бәрі былай күшті бітсінші деп жатырмын да. Португалия алып, 2 легендада чемпионат мерасы бар, бүкіл алтын доптары бар, барлығы күшті. Сөйтіп бітсең. Қалғандарында әлі уақыт бар ғой. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Дидар мырза, уақытыңызды бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін мың алғыс. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бұл ProKZ футбол YouTube арнасындағы подкаст. Келесі шығарымда міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, келесі шығарымды қарап жүріңіздер, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Тараз футбол клубының бір айтқан кездегі бір жақсы бір тілек жазған адамға давайте бізден бір Тараз футбол клубының футболкасы болсын, Футболкасы новый, қазір биылғы. Чтоб осы подкастты көргеннен кейін мен өзім былай қолдаушылардың бір несінен бір не алғым келеді да, чтоб тоже заряд алып, біз бірге екенімізді көрсетейікші Тараз футбол клубының жанкүйерлері. Болды. Бір жақсы тілектеріңіздің арасынан сіздермен бірлесіп. Болды, обязательно.